Саламатсыздар ма? Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін мінекей біздің Жезқазған өңірінде Ұлытау ауданы Қаракеңгір елді мекенінің 9 баланың анасы, ардақты да аяулы батыр анамыз Тілеуғабылова Гүлжазира Рамазан қызына үй беру рәсімін бастадық. Бұл жанұяның атап өтетін болсақ 9 баласының 3 баласы мүгедек. Бұл семья бір талай жылдардан бері бастарында баспана болмауына байланысты және балаларына ем-домға ақша табу жолында үй снимать етіп, үй жалдап Жезқазғанда тұрып келген жанұя. Бүгін Алла бұйыртса Қазақстанның Қарекет қайырымдылық қорының 335-ші пәтер кілтін табыстау тойымызда бірге болуларыңызды қалаймыз. Бүгін бізде ерекше күн болып отыр. Ерекше күн дегенім бұл біз үшін зор мәртебе, өйткені мынау Қарекет қайырымдылық қорының бүгінгі баспана кілтін тапсыру салтанаты біздің музейімізде өтейін деп отыр. Бұл біз үшін, музей қызметкерлері үшін зор мәртебе деп санаймын. Жалпы бұл Қарекет қайырымдылық қорының басты мақсаты не? Басты мақсаты осы халықтың арасындағы мұқтаж жандар, мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы отбасылар, міне осындай жандарға көмек қол ұшын беру, қайырымдылық жасау, баспанамен қамтамасыз ету болып табылады. Қазіргі таңда осындай қайырымды, ізгілікті істер жасап отырған Қарекет қайырымдылық қорына зор алғысымды білдіремін. Бұл қорды біз өте жақсы білеміз. Осы біздің Ұлытау Жезқазған өңіріне қазіргі таңда барлық Қазақстанның түкпір-түкпірінде осы қордың көптеген адамдарға, мұқтаж жандарға қол ұшын созып, көмегін беріп, баспанамен үй беріп, осындай көптеген жақсы қайырымды істер атқарып жатыр. Бұл мен ойлаймын өте Алладан сауапты іс деп. Құранда жазылған ғой, шаңын тозаңында жақсылық істесең, алдыңнан қайтады деп. Қазақ елім, халқым, осы баспаналы болып жатқанына бақыттымын. Қарекет қайырымдылық қорының Гүлмира Мұқанқызына алғысым шексіз. Алланың нұры жаусын. Мен Тілеуғабылова Гүлжазира Рамазанқызы, 9 баланың анасы, 9 баланы тәрбиелеп, өсіріп, осы күнге жеткізіп, бар қиыншылықты жеңе білдім. Қолдау көрсетіп отырғызғандарыңызға рахмет. Қиыншылықты жеңе біліп, әрдайым баланың бір балам соң бір балам ауырып, о балам жазылғанда екінші балам ауырып, ең кенжем балам ауырып, оны да тәрбиелеп оқығаннан қиындыққа шыдап, осы күнге жеткізгенге Аллаға шүкіршілік айтамын. Сіздерге мыңда бір рахмет. Әрдайым осылай қолдау көрсетіп, не дейін осы күнге жеткеніме ризамын. Осы 9 баланы асырап, оның ішінде 3-і мүгедек, асырап бағып отырған Тілеуғабылова Гүлжазира Мұқанқызына кілтті табыстағалы отырмыз. Ұлытау ауданы Қаракеңгір елді мекенінің тұрғыны. Жезқазған қаласынан 2 бөлмелі пәтердің кілтін бермекшіміз.